Міне, құрметті Алматы тұрғындары, қалай болады десеңіз, іші міне мынандай декор паны МДФ-пен қапталынады. Ол мынандай материал российский, қалаған түсіңізде, ұнатқан түсіңізде бар. Бізде қаншама расцветка. Бұның қалыңдығы 5 мм. Бұл қалай жұмыс жасайды десеңіздер, бұл замокпен 30 сантиметрлігі бар, 23 сантиметрлігі бар рабочий. Яғни бұл былайнан после утеплениядан кейін бұл осымен қапталынып шығады. Қарасаңыздар, міне мен сіздерге көрсеткен болатынмын. Мына жағымыз міне уже қапталынып бітті. Бұйырса, міне пол, арт жағымыздың каркасын не үшін құрдық десеңіз, мынандай қапталу үшін. Міне астында утепление, міне потом сіздерге түсінікті болу үшін әдейі осылай көрсетіп жартысын қаптап қойдық. Енді бұл полный қапталынады. Бұйырса мынандай шет-шеттен узор қалады енді, бірақ оның бәрі уголокпен жабылады, шелдерінің барлығы. Мына откос жабылатын болады, бұйырса мына жағын барлығын жабамыз. Міне осылайна утепление болады. Утепление осы қапталынады. Бұйырса міне жартысы балконның міне қапталып жатқан сәті. Барлық жері осы декор панельдермен қапталынады.